Алматы облысы Кеген ауданы Қарабұлақ орта мектебінің 9 сынып оқушысы Сәрсенбай балам. Менің жобамның тақырыбы жақсылық керуені. Жобамның мақсаты қоғамда қайырымдылықты, мейірімділікті және ізгілікті насихаттау. Сонымен қатар жоба адамдарды жақсылық жасауға ынталандырып, қоғамда бірлік пен татулықты нығайтуға көмектеседі. Менің жобамның негізгі міндеттері қайырымдылықты насихаттау, көмекке мұқтаж жандарға көмектесу, еріктілер қозғалысын дамыту, әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру, қоғамдық сананы өзгерту, ынтымақтастықты нығайту және әлеуметтік көмек ұйымдастыру. Жақсылық керуені жобасы аясында мектепшілік волейболдан жарыс ұйымдастырылып, жиналған қаражат қайырымдылық қорына өткізілді. Жақсылық керуені жобасының аясында мектепшілік жәрмеңке ұйымдастырылды. Жоба барысында әлеуметтік пакет дайындалды. Қарттарға көмек көрсету әрбір адамның міндеті. Жылы сөз айтып, уақыт бөлу үлкен жақсылықтың белгісі. Алдағы уақытта да жалғасын тауып, игі істердің көбеюіне ықпал етеді.